Рухани жаңғыру бағдарламасы бойынша қоғамдық сананы жаңғыртудың болашаққа көзқарасы мақаласында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Қазақстанның барлық аймақтарындағы қасиетті географиялық және мәдени нысандарды зерттеу сияқты бағытты айтты. Бұл сөзсіз адамдарға, әсіресе жастарға өз жерін, оның тарихын жақсы білуге мүмкіндік беретін игі іс. Қазақстан ерекше орналасқан географиясы және тарихқа бай, мәдени коды бар ерекше ел. Дәуірлердің көлеңкесінде жасырылған нағыз рухани жерлер болып табылады. Олардың ішінде ерекше жер Ұлытау, аңыздар мекені, барлық қазақтар үшін қасиетті орын. Много интересных и неповторимых мест и объектов в Кустанайской области. Это петроглиф и Торгай, крепость Камысты и другие объекты. Но более подробно мы остановимся на мавзолее Ибрая Алтынсарина. Мавзолей Ибрая Алтынсарина – сакральный объект общенационального значения, связанный с исторической личностью, находится в Кустанайском районе в 1,5 километрах от села Мичуринское. Итак, вашему вниманию виртуальное путешествие по мавзолею Ибрая Алтынсарина. Ыбырай Алтынсарин кесенесі, киелі орын, қажылық пен мәдени демалу орны. Бұл нысан Қазақстанның қасиетті географиясы жобасына енгізілді. Мы приветствуем вас на территории мавзолея Ибрая Алтынсарина. В настоящее время Ибрай Алтынсарин – сын казахского народа, знаменитая личность во всем мире. Ибрай Алтынсарин – выдающийся казахский педагог, писатель и поэт, этнограф, переводчик, публицист, мудрый мыслитель своего времени, великий общественный деятель. Первый человек из казахского народа, посвятивший свою жизнь для дальнейшего становления страны на путь цивилизации. Настоящее имя Ибрая Алтынсарина – Ибрагим. Родился он в 1841 году в Кустанайской области Кустанайского района. В 1864 году Ибрай Алтынсарин женился на Айганыс из рода Жапас из Сырдарьинской области. В семье Ибрая долго не было детей, поэтому по традиции, часто встречавшийся среди казахов, взял на воспитание сына и дочь младшего брата Оспана. После этого у Ибрая рождается два сына – Абдалла и Абдрахман, и дочь Шарипа. Один из сыновей Алтынсарина учился в Троицкой гимназии и умер в 15 лет от туберкулеза. Дочь Шарипа умерла в возрасте 6 лет. Старший сын Абдалла был болезненным мальчиком, мог заниматься лишь только домашним хозяйством. Он прожил до 52 лет. У Ибрая Алтынсарина родилась единственная внучка Нагима Ибраева в селе Талапкер Кустанайской области. 1883 жылы Ыбырай Алтынсарин Николаевск, қазіргі Қостанай уезіне көшті. Ол Қостанай қаласынан 3 шақырым жердегі Тобыл өзенінің жиегінде шағын көл болатын аралда үй салды. Кейіннен бұл көл инспекторлық деп аталды. Онда Ыбырай Алтынсарин қайтыс болғанға дейін өмір сүрді. Ыбырай Алтынсарин 1889 жылы 17 шілдеде қайтыс болды. Және Тобыл жағасында өз үйінің маңайында әкесінің зиратының жанында жерленді. Ескерткіш Қостанай қаласынан 7 шақырым жерде Тобыл өзенінің оң жағалауында орналасқан. 1947 жылдың 10 қыркүйегінде Қостанай жұмыс депутаттары кеңесінің атқарушы комитеті Ыбырай Алтынсариннің қазақ ағартушы қабірін сақтау туралы шешім қабылдайды. 1961 жылы ұлы педагогтың туғанына 120 жыл толуына орай бейітке гранит тасы орнатылды. 1991 жылы Қазақстанда ағартушының 150 жылдығы кеңінен аталып, гранитті тастың айналасында қызыл кірпіштен кесене салынды. Кесенені қайта құру жобасы
елбасының рухани жаңғыру бағдарламасының Қазақстанның киелі жерлерінің географиясы жобасы бойынша қолдауға ие болды. Торжественное открытие мавзолея состоялось 4 октября 2017 года. Здание мавзолея Ибрая Алтынсарина состоит из одного этажа. Длина здания 13 метров, ширина 8. Общая площадь составляет 68 квадратных метров, высотой 15 метров. Выполнен из известнякового камня. При строительстве также применялся гранитный камень, из которого выполнен цоколь и лестница. На фасадах использованы декоративные элементы в национальной тематике, кованые элементы окон и дверей. Территория мавзолея вымощена брусчаткой, установлено освещение из 12 фонарей. На территории имеются 2 гранитных стенда, на одном из которых изображена карта школ, открытых Ибраем Алтынсариным, и знаменитое стихотворение «Кель балалар околок», в котором он всех призывает учиться и быть образованными. На другом – цитаты из программной статьи первого президента на государственном, русском и английском языках. Входная арка выполнена из известнякового камня. Белгілі ақын Ғафу Қайырбеков Ыбырай Алтынсаринді дала қоңырауы деп бағалады. Өйткені Ыбырай қазақ даласындағы алғашқы мектептер мен алғашқы оқулық авторы. Ыбырай Алтынсарин кесенесі үлкен әлеуметтік және тарихи мәнге ие. Бұл аңыз адам аты Қазақстан тарихында және ғасырлар бойы адам жадында қалады. Бала кезінен ол қазақ даласының өркениетті елге айналуын, ал оның халқы сауатты болуды армандаған.